Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен Манат. Мен бүгін сіздерге оливье салат дайындайтын боламын. Кез келген мерекелік және кез келген қонақтарыңызға ұсынылатын салаттардың рецепті. Ең алдымен менің каналыма тіркеліп, лайк басып және қоңырауша белгісін басып, все деген белгіні басып кетуді ұмытпаңыз. Маған ең алдымен керектісі осылай піскен картоп, сәбіз және жұмыртқа қажет болады. Дәл осы барлығын көбіктап, картоптарымды да көбіктап, жақсылап туралатын боламын. Бірінші кезекте осылай жұқалап, кейін осылай ұзынша соломка етіп, кейін көбіктап тураймыз. Құрметті менің көрерменім, сіздерге менің видеом ұнаған болса және өз пайдаларыңызға жараған болса, поделиться батырмасын басып, достарыңызбен WhatsApp желісі арқылы бөліссеңіздер болады. Міндетті түрде менің каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Мен сіздермен түрлі оңай дайындалатын рецептердің түрлерімен бөлісетін боламын. Осы салаттардың қасына менің салаттарға арнайы бөлінген плейлисттерімді көрсеңіз болады. Ішінен оңай әрі жеңіл дайындалатын өздеріңізге ұнаған рецептерді алсаңыздар болады. Дәл осылай сәбіздерімізді де барлығын жіңішке етіп, кейін осылай соломка, сосын көбік етіп барлығын турап алатын боламын. Өте жеңіл салат және өте тойымды салат десе де болады. Міндетті түрде жасап, отбасыларыңызды қуантсаңыздар болады. Кез келген астарыңызбен өте үйлесімді келеді. Енді кезегімізде дәл осылай жұмыртқаларымызды да көбіктеп турап аламыз. Барлығының өлшемін описанияда көрсететін боламын, және жұмыртқаның сарысын мен осылай турамай-ақ қолмен өткенді жөн көрдім, өйткені турауға мүлдем болмайды. Барлық керекті жұмыртқамызды да солай біркелкі болған дұрыс, өйткені картопымызбен сәбізімізден кішірек болса, ол сәнді көрінбейді. Сондықтан барлығын өлшемін бірдей етіп, міндетті түрде бірдей етіп тұраңыздар. Міне барлығы дайын. Енді кезекте біз әші, яғни тұздалған осылай бәдірендерімізді жіңішкертіп, осылай соломка етіп, біркелкі етіп турап алатын боламын. Мен бұл жерде тұз қоспаймын, өйткені дайын тұздалған бәдіреніміздің тұздылығы өте күшті, сондықтан мен бұл жерде тұз қоспаймын. Дәміне қарай өздеріңіз қоса берсеңіздер болады. Және осы шұжықтарымызды да дәл солай ұзынша етіп, кейін осылай көбіктеп турап аламын. Енді осылай горохымызды қосып, майонезімізді қосып, жақсылап араластырып аламыз. Барлық салаттарымыз осымен дайын. Міндетті жасап көріңіздер. Кез келген қонақтарыңызға ұсынсаңыз болады. Менің видеом сіздерге ұнаған болса, міндетті түрде лайк басып, комментарий қалдырып, қоңырауша белгісін басып және все деген белгіні баса кетуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Манат. Осы видеоның астына өз пікіріңізді білдіре кетіңіз.